торпақтар сәуір айы жалпы бір сөзбен айтқанда сіздер үшін жайлы кезеңнің бірі болып табылады. Себебі сіздердің желеп жеуші ғаламшарларыңыз сұлулыққа, махаббат, ақшаға жауап беретін Венера ғаламшары қазір Нептунменен екеуінің қосылысы болады. 2 сәуір мен 8 сәуір орталығында созылады. Бұл дегеніміз сіздерге бір түсімдер түседі деген сөз. Махаббатта көптен бері күтіп жүрген жауаптарыңызды алатын боласыздар, немесе тұрмысқа шық деген ұсыныс аласыздар, немесе жаңағы бір балалы болатыныңыз туралы еститін боласыздар. Жұмыс орындарыңыздан хабарлар келеді, және бұрынғы адамдар өмірлеріңізге оралады. Бұрынғы оқиғалар, бұрынғы құжаттар, бұрынғы денсаулық түзеулер, барлығы сіздерде өзгерістер болады, және ол жағымды жағынан болады. Себебі Венера менен Нептун бұл екеуінің қосылысы үнемі жаңа бір ақшаларды, үлкен бір эйфориялық сезімдерді бастан кешіруді білдіреді. Өзіңізді әдемі сезініп, қай ортаның болмасын бір сөз жерінің беделді бір жанына айналып, содан өзіңіз рахат сезінуіңіз мүмкін, немесе махаббаттан басыңыз айналуы мүмкін. Бұлардың барлығы енді әр адамның қазір басынан өтіп жатқан оқиғасына байланысты. Оның үстіне 8 сәуір тоқты белгісінде жаңа айдың толуы және күннің тұтылуы. Күннің тұтылуы сіздерге 1 салаларыңызда және 12 салаларыңызда болады. Бұл дегеніміз бұрынғы адамдар, бұрынғы өміріңізде енді уақыты толып, өміріңізден кететін адамдарды білдіреді. Енді өміріңізге қажет емес адамдарды. Және қорқыныштарыңызды білдіреді, ситуацияларды білдіреді. Себебі енді осы 12 салаңызға барғаннан соң келесі сәуір айының 2025 сәуір айынан бастап сіздерде жаңа цикл, жаңа өмір басталу керек. 1 салаларыңызға өту керек. Ал қазір 12 сала дегеніміз негізі барлық сізге қажет емес қарым-қатынастардан арылу, жаңа бір циклға көшу. Оның үстіне Уран ғаламшары сіздерде тұр қазір. Бұл дегеніміз өміріңіздің бастан кестегін келтіретін. Егер сіз қаламасаңыз, немесе сіз өз еркіңізбен өміріңізді жаңағы неге менде проблемалар болып кетті, менде жаңағы қандай бір көзқарасымды өзгертуім керек, немесе қандай қарым-қатынасыма басқаша қарауым керек, фокусты қайда қоюым керек деген секілді, немесе өміріңіздегі адамдардың шынайы бетке-бетін маскалар шешілетін, бүкіл құпиялардың бәрі ашық түрде ашылатын сондай кезеңдерді, трансформация кезеңін бастарыңыздан кешіріп жатырсыздар 2019 жылдан бері. 2019-да себебі Уран ғаламшары сіздерге кірген. Бұл дегеніміз трансформация және алға қарай ұмтылу, басқа нәрселерді жасап көру, басқа жолдармен жүріп көру